Бәріңе сәлем. Бұл Лео фильмі сарнасы. Бүгін мен 2016 жылы шыққан үнді фильмі «В ловушке» деп аталатын драмалық триллері туралы айтатын боламын. Шаурия, Үндістанның Мумбай қаласында орналасқан байланыс орталығының қызметкері. Ол көптен бері әріптесі Нуриге ғашық. Бірақ сезімін білдіруден ұялады. Осы күннен бастап жігіт күн сайын оған қоңырау шалуға тырысады, және оларда үнемі ыңғайсыз әңгіме болады. Жігіт келесі күні оған қоңырау шалғанда, Нури 5 секундтың ішінде оның сүйікті тағамын табуды сұрайды. Егер ол дұрыс тапса, онда онымен кездесуге барады. Ал егер қателессе, оның қоңырауына ешқашан жауап бермейтінін айтады. Шаурия бірінші мүмкіндіктен дұрыс тауып, олар кездесуге барады. Кешкісін олар қыздың сүйікті тамағын алу үшін көшедегі сатушыға келеді. Біраз уақыттан кейін ресторанда қыз 2 айдан кейін тұрмысқа шығатынын айтады. Таңданған Шаурия қыздан өз еркімен немесе ата-анасы талап еткенін сұрайды. Қыз ата-ананың талабы деп жауап береді. Осы күннен бастап олар жиі кездесіп, араласып, бір-біріне ғашық бола бастайды. Бір күні Шаурия оны 3 бөлмелесімен бірге тұратын пәтеріне әкеледі. Екеуі жігіттің бөлмесіне кіріп, сүйісе бастайды. Нури кенет тоқтап, олардың болашағын ойлап, көңіл күйге түседі. Шаурия қыздан тұрмысқа шығудан бас тартып, онымен бірге барлығын ақ парақтан бастауды ұсынады. Қыз басында оны әзілдеп жатыр деп ойлайды, бірақ ол талап ете бастағанда, бұл туралы ойланатынын айтады. Өкінішке орай Нури бұл үйде тұра алмайтынын айтқан кезде, Шаурия күні ертең жаңа пәтер табатынына уәде береді. Өйткені 2 күннен кейін қыздың үйлену тойы, сондықтан оларға асығу керек. Нури кете салысымен жігіт пәтер іздеуге шығады. Бірақ уақыттың тығыздығы мен ақшаның аздығына байланысты пәтер табу қиынға соғады. Осылайша ол бүкіл үйді аралай бастайды. Шаурия ер адаммен сөйлесіп жатқанда, олардың әңгімесін мына бір жігіт естіп қалады. Ол Шаурияға келіп, тамаша пәтер бар екенін айтады. Осылайша олар пәтерді көру үшін жаңадан салынған тұрғын үй кешеніне барады. Оған бұл үй шамамен 2 жыл бұрын салынғанын, бірақ заңдық мәселелерге байланысты бос жатқанын айтады. Оған ұсынылған пәтер іс жүзінде бос емес, бірақ онда тұратын адам бұл жерге ұзақ уақыт келмегенін айтады. Шаурия пәтерге кіргенде қатты таңғалады. Бұл үй бұрын тұрған жерлеріне қарағанда әлде қайда бай және әдемі көрінеді. Шаурия мәмілені аяқтап, пәтер кілтін алады. Кешкісін ол барлық заттарын жинайды, бірақ қайда көшіп бара жатқанын айтпайды. Жігіт үйіне бірнеше күнге кетіп бара жатқанын айтып, кетіп қалады. Ол жаңа пәтерінде жататын орнын дайындап, бөлмелерді тазалап, ұйықтар алдында телефонын қуаттандыруға қояды. Бірақ, өкінішке орай, электр қуатының өшіп қалғанын байқамайды. Таңертең ол телефонның қуаттанбағанын және крандардан су ақпай тұрғанын көреді. Тістерін тазалау үшін бөтелкедегі суды пайдаланады. Содан кейін ол киініп, пәтерден шығады. Алайда телефоны қалып кеткені есіне түсіп, кері қарай асыға қайтады. Өкінішке орай Шаурия кілтті алуды ұмытып кетіп, абайсызда ішінен құлыптанып қалады. Нури оған қоңырау шалып, неге кешігіп жатқанын сұрайды. Бірақ Шаурия тосынсый болсын деп, қайда екенін білдірмей, бірнеше минуттан соң келетінін айтады. Қоңырауды аяқтап жігіт сыртқа шығуға тырысады, бірақ әрекеттері сәтсіз аяқталады. Ол оған көмектесетін барлық нәрсені табуға тырысады, бірақ кілтсіз бұл есікті ашу мүмкін емес. Құлыпты бұза алатын адамды жіберу үшін ол құтқару бөліміне қоңырау шалады. Бірақ өкінішке орай, ол мекен жайын айтамын дегенше, телефонының қуаты таусылып қалады. Жігіт телефонын зарядтауға тырысады, бірақ барлық электр қуаты қайтадан өшіп қалады. Уақыт өте келе жігіт одан сайын ашуланып, есікті сындыру үшін аяқпен тепкілей бастайды. Бірақ бұл әрекеттері пайдаға аспайды. Онымен қоса Шаурия бұл процесте қолын жарақаттап алады. Кейін ол қылтимаға шығып, күзетшіні көмекке шақырады. Өкінішке орай, көшедегі шу мен биіктікке байланысты оны естімейді. Оның Нуримен бірге қашу жоспары сәтсіздікке ұшырайтынын түсінеді. Өйткені қыз оны міндеттемелерден қорқып, қашып кетті деп ойлайтын болады. Телефонның батареясын зарядтауға үміттеніп, оны күн нұрының астында ұстайды, бірақ ол да нәтиже бермейді. Ол адамдарды көмекке шақыруын жалғастырады. Осылайша түн батады. Түнде ол печенье жеп, ұйқыға кетеді. Шаурия келесі күні таңертең оянғанда, электр қуаты жоқ екенін, крандардан сол күйі су ақпай тұрғанын көреді. Ол әртүрлі тәсілдерді қолданып, есікті ашуға тырысады.
Енді Шаурия шектен тыс шараларға баруға дайын. Біреу байқап қалар деген үмітпен теледидарды қылтимадан төменге қарай лақтырып жібереді. Бірақ күзетші радио тыңдап жатқандықтан ол еш нәрсені естімейді де, байқамайды да. Кейінірек Шаурия қалған печеньенің барлығын жеп, суы таусылады. Жігіт ас үйдің сөресінде картонның кейбір бөліктерін байқап, оған идея келеді. Тіс пастасын пайдалана отырып, ол көмектесіңдер деп және орналасқан жерін жазады. Біреу-міреу көріп қалар деген үмітпен ол қорапты қылтимадан лақтырады. Өкінішке орай, қорап қандай да бір ғимараттың шатырына құлайды. Шаурия үмітін үзбейді және әрекетін қайталайды. Бұл жолы қорап тағы да шатырдың үстіне түседі. Бірақ басқа ғимараттың. Тіс пастасы таусылып, хабарлама жазу үшін жігіт қанын пайдаланады және 2 картонды төменге лақтырады. Кешке бір әйел кірлерін жинау үшін аулаға шығады. Шаурия орнынан тұрып, айқайлайды. Бірақ әйелдің картонды байқамағанын көргенде көңіл күйі түседі. Ол түнде ас үйге барып, тамақ қалмағанын түсінеді. Жерден тышқанды көрген Шаурия қорқып қашады. Таңертең бірақ оянған жігіт ас үйдегі раковинадан су ағып жатқанын көреді. Ол үйге құйрықтан қорқып ішке кірмейді және бұл үлкен қателік болды. Өйткені су қайтадан тоқтап қалды. Кейінірек оған идея келіп, рогатка жасап алады. Дегенмен жергілікті тұрғын тасты байқайды, бірақ оны елемейді. Өйткені ол айналасында ешкімді көрмейді. Түнде жігіт киімдері арқылы қылтимаға көмек деп жазып, торды кастрюльмен ұра бастайды. Бұл процесс таңға дейін созылады және күзетші картонды байқайды. Бірақ өкінішке орай атамыз оқи алмайды, сондықтан оны елемейді. Кейінірек көрші үйдегі әйел 2-ші картонды тауып алады. Ол жан-жағына қарайды, бірақ мұндай биіктіктегі Шаурияны көре алмайды. Әйел тұрғын үй кешеніне келіп, күзетшіден қазір бұл ғимаратта біреу-міреу бар ма деп сұрайды. Күзетші мұнда 2 жылдан бері жұмыс істеп жатқан және ғимаратта ешкімнің жоқтығына сенімді екенін айтады. Әйел өз көзімен көргісі келіп, бірнеше қабатқа көтеріледі, бірақ ол бос ғимараттан қорқып, үйіне кері қайтады. Шаурия оның кетіп бара жатқанын көріп, соңғы үмітін жіберіп алады. Қараңғы түсе бастағанда Шаурия торда ілулі тұрған киімдерін өртейді. От біреудің назарын аударады деп ойлап, қуаныштан секіреді. Дегенмен, өрт диванға қарай жайыла бастағанда, оны сөндіруге тура келді. Аштықтан ол дәмді кешкі асты армандай бастайды. Артынан өмір сүру туралы бағдарлама елестеп, онда олар қолына түскен кез келген затты жеуге кеңес береді. Шаурия кеңеске құлақ асып, үйге құйрықты табу үшін ас үйге барады. Бірақ қайтадан қорқынышы ұстап қалады. Келесі күні ол ішуге су таппайды. Сондықтан ол еріксіз түрде кастрюльге зәр шығарып, оны ішуге тырысады. Алайда зәрдің дәмі лық суға келеді. Жігіт күні бойы ұйықтап, келесі күні таңертең қатты жаңбырдан оянады. Ол кастрюльге жаңбыр суын жинап, ішеді. Ол мүмкіндігінше көп су алу үшін ыдысқа ұқсайтын кез келген нәрсені пайдаланады. Келесі күні таңертең қылтимаға көгершін қонады. Шаурия оны өлтіріп, тамақ ретінде пайдалану үшін рогатканы қолданады. Алайда ол көгершінің терісін алмақ болғанда қатты жиіркенеді. Өйткені ол вегетариан еді. Жігіт амалы жоқтан құсты сойып, оны қуырады. Содан кейін ол тіпті егеу құйрықты ұстап алып, оны кішкентай торға қамап, екеуі достасып алады. Таңертең Шаурия төменгі қабаттардағы пәтерлердің қылтимасында торлар жоқ екенін және сол пәтерде есіктің құлыптанып тұрмауы мүмкін екенін түсінеді. Ол үшін алдыменен өзінің қылтимасындағы торды кесуі керек. Оның қолында жалғыз қаңылтыр құралы бар. Оның бірнеше күні торды аралаумен өтеді. Бұл уақытта ол құмырсқалармен, таракандармен, кейде құстармен қоректенеді. Көп күн бойы торды аралағаннан кейін, ақыры дегенде ол сынады және ақырындап төменге қарай түседі. Торы жоқ қабатқа жеткенде, оның аяғы қысқалық қылады. Шаурия белбеуін тірек ретінде пайдаланып, ақыр соңында ол қылтимаға түседі. Есіктің құлыптаулы емес екенін көріп, қатты қуанады. Жігіт баспалдақпен төмен түсіп, күзетшіні кездестіреді. Шаурия оған біраз нәрсе айтқысы келеді, бірақ тасташы деп кетіп қалады. Бір жетіден кейін оған ауруханаға Нури келеді. Шаурия оның қолын алуға тырысқанда, олардың қазір бірге бола алмайтынын білдіріп, қолын тартып алады. Бірнеше күннен кейін Шаурия жұмысқа оралады. Бірақ оның достары мен әріптестері мұның жоқтығын тіпті байқамағанын көріп, таңғалады. Кешкісін ол мейрамханаға барып,
көптен бері сағынған сүйікті тағамын жейді. Достар, видеоны қарағандарың үшін үлкен рахмет. Бұл фильм туралы ойларыңызды комментарийге жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.